Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен баклажанды қызанақпен духовкада майсыз дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бізге керегі баклажан, қызанақ, сыр, sarımsak, петрушка, тұз, қарабұрыш, майонез керек бұл жерде. Бұл әдіс майсыз тамақ жейтіндерге арналған. Бірінші баклажанымызды дөңгелектеп қалыңшылау етіп турап алатын боламыз. Бәрін бір керкетіп. Сонан кейін ыдысымызға салып, жақсылап тұз сеуіп, су құйып қойып қоятын боламыз. Бұл 1-20 минутта тұрады, баклажанның ашысы кететін болады. Әрі дәмі кіретін болады тұзбенен. Біз оған дейін қызанағымызды дөңгелектеп турап дайындап қоя беретін боламыз. Sarımsağımızды майдалап, майонезге араластырып дайындап қоямыз. Бұл жерде кішкене тұз сепсеңіз де болады, қарабұрышты осыған сеуіп қойсаңыз да болады. Мен тек қана sarımsақтың өзін араластырдым. Бұны қазір баклажанға жағатын боламыз. Сырымызды майда теркіден өткізіп алдық. Міне бәрі дайын болды. Енді табамызға жайғастырамыз. Баклажанымызды жуып, кептіріп, табаларға майлап қоя бастаймыз. Екі жағына да майлап отырамыз. Міне осылай екі жағын майлай отырып, бәрін жайғастырамыз. Оның үстіне sarımsak қосқан майонезімізді жағып шығамыз. Бұның үстіне енді қызанақтарымызды қойып шығамыз. Бұл қызанақтарға үстіне қарабұрышты тұз себу керек. Міндетті түрде тұз да себу керек. Сонда дәмді болады. Көкөнісімізді қоямыз. Осының үстіне түркіден өткен сырымызды жайғастырып шығамыз. Міне осыны 180 градуста 20 минутта дайын болады. Алдын ала духовканы қыздыру керек. Міне біздің баклажанымыз дайын болды. Бұл таңғы асқа да, түскі асқа да өте сүйкімді ас. Сіздермен бірге болған Лейла. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп отырыңыздар.